Құрметті қонақтар, бүгінгі дүниетану сабағынан Түркілер және олардың өмір сүру салты атты тақырыбына ашық сабақ өткіземін. Қадірлі қонағы болыңыздар. Психологиялық дайындықты бастаймыз. Бүгін бір ерекше сабақ болады. Сондықтан өз балалар өзіне бір бала қоясың, келесің қарайын. Адамдар не үшін еңбек етеді деген сұрақ түсті. Адамдар үшін отбасы асырау үшін еңбек етеді. Өздеріне азық-түлік алады, киімдер алады, дәрі-дәрмектер алады. Енді ұлы жүзге қарайтын болсақ, мына жерде сары үйсін, суа, қаңлы, ошақты, сіркелі, шапырашты, қатары, суан, албан, ысты, жалайық, бұлар жарайды екен ұлы жүзге. Екінші орта жүз. Орта жүзі қыпшақ, уақ, қолырат, найман, керей және азғын. Ал кіші жүзге